Бәріңе қайырлы күн ағайындар, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге Россия еліне әйгілі трейдер Инстардингтің қолданған скальпинг стратегиясын үйрететін боламын. Сол үшін осы видеоны бастамай-ақ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Міне ағайындар, сағат 2-ден басталған. 2-ден 45 кеткенде басталған екен. Сағат 3-тен 5 кеткенде біткен. Міне осы скальпинг стратегиясы деген екі параллель жатқан сызықтың ішінде ойнап жатқан графикті айтады скальпинг стратегиясы деп. Міне өзі тез байқалады скальпинг стратегиясы. Міне уровень сопротивлениеге 1 тиген, міне 2-ші рет тиген, міне 3-ші рет тиген, міне 4-ші рет, 5-ші рет тиген. Уровень поддержка міне 1-ші тиген, 2 тиген, міне 3 тиген, 4 тиген, 5 тиген. Міне осыдан скальпинг стратегиясы. Міне скальпинг стратегиясы міне өзіңіз байқайсыздар. Міне график келген, мына жерге келгенде уровень сопротивлениені құраған. Көрдіңіздер ме? Уровень сопротивлениенің точкасына жеткен, одан откат жасап уровень поддержкаға келген. Екінші рет барғанда уровень сопротивлениеге бұза алмай қайтып кеткен. Уровень поддержкаға келгенде ложный пробой болып қайттан параллель жатқан жаңа екі сызықтың ортасына қайтып келген. Міне осы жерден алсақ, мына жерден мысалы 3 минутқа алсақ, осы жерден, мына жерден қараңыздар. Мына жерден 3 минутқа алсақ плюста отырамыз, мына жерден 3 минутқа алсақ плюста отырамыз, мына жерде тоже плюста отырамыз, мына жерде тоже плюста, мына жерде тоже плюста отырамыз. Уровень сопротивлениені сыздыңыздар ма? График соған жеткен кезде ғана аламыз. Түсіндіңіздер ғой? Бұл зонный график негізімен көп ойнамайым. Бұны мен скальпингті де көп ойнамайым. Мен основном паттерндардың заңдылығы және фигуралармен ойнайым. Сосын трендпен ойнайым. Скальпинг жаңағы Инстардинг осы скальпинг талды, осы скальпингтің арқасында пайда көрді. Ол только осыны ғана дамытты, скальпинг стратегиясын дамытты, өзіне дамытты да. Бұл мысалға алатын болсақ, бір күресте бір приемды дамыта берсек, соны күнде істей берсек, ол приеммен біз біраз жетістіктерге жетеміз да, мысалға келтіретін болсақ. Сол сияқты Инстардинг осыны скальпинг талды да, ол өзіне дамытты, тез байқап, жаңағындай тез үйренді да. Сол үйренгеннен ол өзінің пайдасын көрді. Сол сияқты қазірден оны шешіп алыңыздар. Жаңағы осы скальпинг стратегиясын не аласыздар ма? Жоқ, жаңағындай фигуралармен, болмаса трендпен, болмаса жаңағы паттернның өзінің заңдылықтарымен бәрін бір неге келгеннен кейін, жаңа бір стратегияны ұстанғаннан кейін, соны до конца ұстанып кету керек та. Сол кезде жемісі болады. Мысалға бір талды ексең, соны күнде суарсаң, ертең жемісін береді. Сол сияқты. Бір стратегияны алдық, соны до конца дамытамыз, содан кейін жемісін көреміз. Осындай мына ағайын. Бұдан пробой болатын мен негізі міне көрдіңіздер, мына жерде қысылған, уровень поддержкаға келіп қысылған. Осыдан неден шығатын кезде, екі параллель сызықтан шығатын кезде міне уровень поддержкаға қысылған графика. Содан кейін бұзып шығып кеткен. Осындай кезде шығып кетеміз. Егер мысалға қараңыздар, каждый раз уровень сопротивления немесе уровень поддержкаға келген кезде қараңыздар, міне импульспен келген, көрдіңіздер ме? Импульспен келгенде бұзалмай кеткен. Импульспен келгенде бұзалмаған. Ортада ойнаған, міне. Импульспен келген бұзалмаған. Импульспен келген бұзалмаған. Осындай импульс болған кезде ғана аламыз. Ал жаңағындай асықпай кеп, графика асықпай кеп қысылып шығып кететін болса, бұл кезде бұл уже бізге сигналды, жаңағы уровень поддержкадан бұзып шығып кететіні. Уровень поддержка уже бұзылғаннан кейін уровень сопротивление болып кетеді бізге. Осыны есте сақтап алыңыздар ағайын. Міне осындай қысқа әрі нұсқа болған сабақ. Осы Инстардингтің қолданған стратегиясы бұл. Тағы не айтамын осы? Осының арқасында пайда көрді ағайын олар. Енді келесі сабаққа дейін көріскенше, келесі сабақта Құдай қаласа онлайн торговляны разбор жасайтын боламыз. Инстаграмға тіркеліңіздер, Телеграм канал аштым, сояққа тіркеліңіздер. Инстаграмда каждый жеткен жетістіктеріме куә болып отырасыздар. Телеграмда каждый сделканы
ставкалерімді көріп отырасыздар, қалай алып отқанымды. Сол жерде подробно бәрін түсіндіріп отырам. Келесі сабаққа дейін көріскенше ағайын, маған максималды түрде поддержка, комментарий, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Жақын арада мен сіздерге үйрететінім ағайын, криптовалютаны, жаңағы криптомонетаны қайтып сатып аламыз. Вот соны үйрететін боламын. Сол үшін каналға подписка жасап, колокольчикті қосып қойыңыздар. Ол өте қазіргі заманда несі жаңағы болашаққа инвестиция жасап қоямыз да, жаңағы криптовалюталарға. Вот соны үйрететін боламын. Келесі сабаққа дейін ағайын, қош сау болыңыздар.